Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Боташка. Бүгін мен сіздерге құймақты мен қалай жасаймын, соның рецептімен бөлісетін боламын. Олай болса, видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Құймақты бірге дайындайық. Олай болса, құймақ жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, және де шым-шым тұзымызды қосып, миксердің көмегімен немесе венчиктің көмегімен тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып болғаннан соң 5 қасық шекер қосамыз. Бізде балалар тәттіні жақсы көреді, сондықтан мен шекерді көптеп қосамын. Ал сіздер тәттіні онша ұнатпайтын болсаңыздар, 3 қасық, 2 қасықтан аздап татымына қарай қоссаңыздар болады. Және де осы шекер ерігенше жақсылап миксерлеп, барлығын араластырып аламыз. Қантымыз ерігеннен соң 200 мг сүтімізді қосып, тағы да миксерлеп араластырып аламыз. Сүтті жақсылап араластырып болғаннан соң, қасықтың ұшымен ғана кішкене ас содасын қосып, тағы да жақсылап көпіргенше миксерлеп араластырып аламыз. Содан соң ұн қосуды бастаймыз. Ұнды қосқан кезде міндетті түрде електен өткен ұн болу керек. Сонда сіздердің блинчиктеріңіз көтеріліп, әдемі болып шығады, әрі құрамында ұндағы артық заттар қосылмайтын болады. Мен ұнды 2 бөліп қосамын, және де миксердің көмегімен араластырып, арасында түйіршіктер қалмағанша бір қалыпты консистенцияға түскенше араластырамыз. Біз барлық қоспаны қосып, миксерлеп, бір қалыпты консистенцияға түскенге дейін араластырдық. Ендігі кезекте осы қоспамызға 50 мг сұйық майды қосып араластырамыз. Содан соң пісіруді бастаймыз. Тапамызды алдын ала қыздырып, орташа отта блинчиктерді пісіретін боламыз. 2 жағы қызарғанша пісіріп, отта ұстаймыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, отбасыларыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Ұнайды деген ойдамын, ас болсын. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.